ер жігіттің құлағына жарқылып алар қызыңның шешесіне қарарсың. Шеше көргенді ал, алма ағашынан алыс түспейді. Содан соң әкесіне қара. Әке қатал, әрі мейірімді болу керек. Билігі еркекте болған үй береке. Осыны алғаның басқан емес, әуелі сені сыйласын. Күйеуін ерім, балаларымның әкесі, болашағым деп сыйлаған әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі саған әулетіңнің алдында саған абырой сыйлайды. Не нәрсеге де сабыр қыл, барыңды қанағат тұт. Әйеліңнен де осыны талап ет, сол кезде ғана өмірдің барлық тосын жайларына қарсы тұра аласыздар. Оны ешқашан алдама, кез келген жағдайда тек шындықты айт. Оны өзіңе деген сенімін жоғалтып алма. Сезімнің іргетасы сенімен қаланатынын ешқашан ұмытпа. Қанша ұрыс керіс болса да өз араларыңда болсын, сыртқа шығарушы болма. Ұрыс керісте я сен жеңіл, я ол жеңілсін. Ал қателік пен дұрыс бұрысын ашуларың басылған соң талқыла. Оны қызған, тек жөнімен болғаны дұрыс, ал шамадан артық қызғану ұрыс керіске себепші болады. Оны қадір тұт. Бар жақсы сөзіңді арна, жұрттың балаларының көзінше құшақтап сүйме. Өзіңнің де, оның да қадірін қашырасың. Оның барлығы оңашада қылар іс. Ал басқа уақытта көз қарасыңмен оған жақсы жасар ісіңде жетіп жатыр. Еркек балаларымен қоса әйелін де тәрбиелейді. Олардың санасына исламды құй, дін жолын үйрет, оқыт. Аллаға жақынның адасқан көргенім жоқ. Сондықтан осы іске жақсы етіп көңіл бөл. Ең дұрысы Алланың разылығы үшін жақсы көру. Алланың разылығы үшін жақсы көру дегеніміз адам бойында Алла сүйетін істері болғаны үшін ұнату. Мәңгі таусылмайтын, түгесілмейтін шынайы махаббат. Бір адамды түрі үшін жақсы көрсең, ертең көркі қартайғанда оған деген махаббатың өшеді. Бір адамды тапқан мүлкі, байлық үшін жақсы көрсең, ертең ақшасы біткенде оған деген құрметің де азаяды. Ең бастысы өзіңе сен. Маңындағы адамдардың көзқарасы күнде өзгереді. Неліктен адам жылаған кезде жеңілдеп қалады? Себебі көз жастарымен бірге қайғы, өкпе мен реніш шығып кетеді. Реніш кетеді, ашу басылады, бірақ көңілің ешқашан баяғыдай болмайды. Егер сізді өсектесе қамықпаңыз. Біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге ғана жабысады. Сен күн болсаң да тас секілді адамдар болады. Олар жүрегіңді жаралайды, күйе жағып қаралайды. Олардың алдында ақталма, себебі күнге күйе ешқашан жағылмайды. Біреуді өсектемес бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүріп көр. Оның жолдағы шалынған әр тасына шалын. Оның бар ауыртпалығын сезін, содан кейін ғана ол туралы өсек айт.
Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қадалатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөз айтпаңыз. Ешқашан ақталма. Достарың ақталуыңды талап етпейді, дұшпандарың бәрібір сенбейді. Бағың жанып, тасың өрке домаласа, арзанқол достар мен дұшпандарың да көбейе түседі. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұруы керек. Бәріне бәрібір. Бірақ өмір сенікі ғой. Адамның сәттілікке жетуіне оның қанша жетістікке жеткені емес, оның осы жолда қанша қиыншылықтардан өткеніне қарап бағалау керек. Жаның ауырып тұрса да күлімде. Сенің жағдайыңда сенен басқа ешкім түсінбейді. Өзгені төмендеткеннен өзің биік болып қалмайсың. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көре алмаушылық пен қызғаншақтық құртады. Көп адамдардың бетінде көрінбейтін маска бар. Қиындықтар өткен өміріңнің жазасы емес, жарқын болашағыңа берілген сынақтар. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал. Өмір оған өзі-ақ жазасын береді. Кімнің кім екенін басыңа іс түскенде білесің. Ешқашан биік шыңға шықтым деп асып тасудың керегі жоқ. Киесіне келгенде абай болсын иесі, асып тасыса да қу дүниесі. Ұлдан немере сүйсең, көзің жоғалмас, қыздан немере сүйсең, ізің жоғалмас. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы. Ақ сүтін беріп аялаған, жанында аямаған, ең асыл ардақтысы. Ауыздан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Үйлер үлкейді, отбасылар кішірейді. Ақылымыз көбейді, адамгершілігіміз азайды. Космос жақындады, ал көршілер болса алыстады.